Сәлематсыздар ма, құрметті достар? Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Бүгін біз жеткілік шегін туралы әңгімелесеміз. Видео ұнап тұрса, лайк қойыңыз, каналыма жазылыңыз. 3 желтоқсанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 22 жылы жеткіліктік шегін зейнетақы жинақтарының қалдығын 2 есеге дерлік арттыратыны белгілі болды. Одан артық тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емделу үшін ақшаны мерзімінен бұрын алуға болады. Қазақстанда бұл жаңалық ең көп талқылануда. Бұл жаңалық көптеген азаматтарды таңғалдырды. Соңғы 3-5 күнде қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша шығаруға 46 мың өтінім берді. Жалпы алғанда 240 миллиард теңгеден астам қаражат туралы айтылуда. Бұл әдеттегі трафиктен 8 есе көп. Енді зейнетақы жинақтарын пайдалану үшін жеткілік шегі 21 жастағы 3 миллион 200 мың теңге, 30 жастағы 4 миллион 200 мың теңге, 40 жастағы 5 миллион 800 мың теңге, ал 50 жастағы 7 миллион 400 мың теңге болу керек. Естеріңізге сала кетейік, 21 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтарға зейнетақы жинақтарын емделуге, тұрғын үйге пайдалануға және қаражатта инвестициялық басқарушы компанияға беруге рұқсат етілді. Жинақтардың бір бөлігін пайдалануға рұқсат қазақстандықтардың зейнетақы ақшасын басқару сапасына қатысты билік атына айтылған сын аясында қабылданды. Сарапшылардың пікірінше, ипотеканы өтеу үшін зейнетақы жинақтарын пайдалану Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның өсу факторларының бірі болды. 21 жылдың 3 желтоқсандағы деректер бойынша бұл мүмкіндікті 1,5 триллион теңгеге 300 мыңнан астам адам пайдаланып үлгерді. Олардың көпшілігі ипотекасыз баспана сатып алды. Көбінесе тұрғын үйді зейнетақы үстемесінің көмегімен Нұр-Сұлтан, Маңғыстау облысы және Алматы қалаларында сатып алады деп хабарлады Отбасы банкі. Ал 50 мыңнан астам қазақстандық 52 миллиард теңгеге зейнетақы жинақтарын емделуге пайдалана алды. Зейнетақы төлемдерін пайдаланған азаматтардың орташа жасы 41 жас, 68% жағдайда бұл ер адамдар. Кенеттен қабылданған шешім халықты толқытты және қоғамда жағымсыз реакция тудырды. Мәжіліс депутаты Перуашев қор басшылығының зейнетақы жинақтарын алу үшін жеткіліктік шегін жоспарланған арттыру туралы түсініктемелері құзыретті емес деп санайды. Жеткіліктік шегін көтеруге қарсы сенбі күні жарияланған онлайн петиция 2 күннен астам уақыт ішінде 40 мыңнан астам қол жинады. Жуырда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қабылданған шешім бойынша қоғамдағы өткір сын мен наразылықтың салдарынан үкіметке зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілігінің бұрынғы шектерінің қолданылу мерзімін 22 жылғы 1 сәуірге дейін ұзартуда тапсырды. Шынында бұл жақсы жаңалық. Бүгінгі күнге әзірше сол. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астында қойыңыз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болған. Лайк қойып, каналыма жазылыңыз.